Барлығына сәлем, Қамажайдан тоқыма каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай етікшенің тоқылу барысымен бөлісетін боламын. Бұның жібі және крючок қандай және табан жайында айтатын боламын. Мен сіздерге бұл етікшені кішкене әсемдеудің түрін көрсететін боламын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Етікшемізге құлақ жасап, кішкентай қыздардың аяғына тоқитын болсақ, онда құлақ жасайтын боламыз. Ал егерде өзіміздің аяғымызға үлкен ересек адамдарға тоқитын болсақ, мына жерлеріне шашақ етіп жасап, сондай етікшенің тоқылу түрімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Оқығанға көп нәрсені керек етпейді. Табаныңыз болса, және де осындай жібіңіз болса, жіп жайында сыртындағы этикеткасын көрсететін боламын қандай екен. Одан кейін крючоктың номері 3 және 4 болса болды. Осы бар керек заттарымыздың тізімі осы ғана. Сол бар затпен тоқысаңыздар, осындай әдемі етікше шығады. Бұған құлақ және жаңа шашағымызды қойғаннан кейін тіпті әдемі ерекше етікшеміз пайда болады. Менде осындай дайын табан, тесігі бәрі дайын. Бұл примерно 26-27 размерге келеді, егер қателеспесем. Точно несін размерін ұмытып тұрмын, себебі бұның қағазы жыртылып қалған екен, размері ұмытып тұрмын. Но бірақ сіздерге қай размерге тоқысаңыздар да, мен қазір сіздерге бірінші авязканың тоқылуын көрсетемін, сол авязка бойынша тоқысаңыздар болады. Табанды қайдан аламын десеңіздер, қазір осындай табан, тесігі дайын мынандай табандар базада, жіптер сататын жерлерде көп. Қазір бұл біздің осы неде, Қазақстан бойынша хитқа айналған табан. Балетки тоқуға болады, етікше тоқуға болады, даже тапочки да тоқуға болады бұндай табанмен. Және де айтатыным, мен өзімнің осы неде YouTube каналымда бар, Trendyol сайты арқылы, ол да қазір хит болып жатқан Trendyol сайт. Сол сайт арқылы өзіме Турциядан заказ алдырған болатын. Әрине арзанға шықты. Біріншіден сіздерге айтайын, жасыратыны жоқ, арзанға шықты. 150-200 теңгеге арзан түседі бізден қарағанда. Егер Trendyol сайты қызықтырып жатса, мен YouTube каналымда бар, адресте тіркеу, қалай заказ беру, қалай продавецпен сөйлесу, бәрі бар, көрсеңіздер болады. Ал енді бірден іске кірісейік. Осындай табанымызды аламыз. Крючок номері менде 3. Және де мынандай жіп. Бұл жіп менде бұрыннан үйде қалған жіп. Бірден айтайын, сыртында этикеткасы жоқ. Но бірақ 100% акрил жіп. Акрил жіптердің қалың акрил болып келетін де бар, жіңішке болып келетін түрлер де бар, иә? Оның бәрі біздің мына оралған матоктың ішіндегі жіп бар ғой, сол матоктың ішінде қанша метр болады, соған байланысты жіптің қалыңдығы, жіңішкелігі соған байланысты болады. Әттең мен енді жоғалтып алдым несін, қағазын, айтпесе айтар едім сіздерге, бірақ примерно айтып жатырмын да. Менде мынау жіп қалың келген, акрил жіп қалыңдау, жұқа емес, қалың. Міне қараңыздар, мықты. Не үшін десеңіздер, біз авязкамызды осындай жіппен тоқимыз, чтобы кейін киген кезінде мынау жібіміз желініп, жаман болып кетпес үшін, ұзақтау уақытқа сақталу үшін осындай қалыңдауымен тоқимыз. Ал Кавказ жіппен, енді Кавказ жіпте де кейде болады бір андай несі жағынан, қалыңдығы жіңішкелігі жағынан. Енді былайша айтқанда жіпті ұстап көрген кезде өздеріңізге белгілі болады, қолдарыңызға ұстаған кезінде белгілі болады. Ай, осы жіп примерно маған ұзаққа дейін шыдайтын жіп қой деген сияқты, сондай бір өздеріңіздің жүректеріңізбен тыңдап, солай таңдаңыздар жіпті. Осылай түсіндірейін да сіздерге, қалай кейін бір несі болмасын деп жатқаным ғой. Жіңішке жіптің біреусін таңдап қойып, кейін ұзаққа шыдамай қалмасын деп жатқаным ғой. Солай таңдаңыздар. Ал енді бірден іске кірісеміз. Мынау бізде табанымыз, иә? Тұмсық жағымыз, бас жағымыз, балетки табанымыздың несі бас жағы. Сол бас жағын біз
мынау центрынан бастап мынау 1, сосын центрдан 2 жағын үшеуін, получается центр біреу и 2 жағы 3 тесікті осы 2 реттен кіреміз. Қазір сіздерге алдын ала айтайын. Осы ортаңғы тесіктен бастап есептеп 2 жағындағы 2 тесігіміз 2 рет тоқылады, авязка 2 рет кіріп тоқимыз. Одан кейін бұдан ары қарай бір-бірден тоқылып кетеді. Авязкалар тесіктеріміздің бәрі бір-бірден тоқылып, осылай келе жатады да. Табан жағына келеміз. Табан жағына келген кезінде бұл жерде бізде мынау центр ғой. Осы центрдағы тесікті есептейміз. И мына жақтан 2, оң жағынан, сосын сол жағынан 2. Общий алғанда 5 тесігімізді 2 реттен кіреміз. 2 реттен кіріп авязка тоқимыз. Одан кейін барып, ары қарай бір-бірден авязкалар тоқылып кете береді. Ал енді бастаймыз. Ал енді мынау тесігімізді аламын. Осы тесікке кіремін. Осындай жіпті. Сосын тағы. Одан кейін тағы да бір айтатыным, біз авязканы тоқыған кезінде табанды қалай ұстаймыз. Мынау менде табанның астыңғы жағы, яғни бұл бізде жаңағы су нені баса беретін, полымызды кез келген жерді баса беретін жағы. Ал мынау бізде кішкене фетрмен жабыстырылған жұмсақ жылы жағы, бұл ішіне қарайтын жағы. Осы ішіне қарайтын жерін сыртымызға осылай қаратып ұстаймыз. Сосын бағана мен айтқандай тура центр ортаңғы тесікті аламын. Сосын жібімді алып шығарамын осылай. Міне. Осылай тоқып бастаймыз. Бір рет кірдім. Мынау жібімізді мынаны арасына бірге қосып тоқып жібереміз. Көрінбейтіндей етіп. Енді ішіне қарайды, бұл көрінбейді. Келесі жанындағы тесікке 2 рет кіремін. Осындай без накид тоқимын. Міне крючокта осылай бір жіп, тесігіме кірдім. Іліп алып шығардым да, крючокта 2 жіп болды. Мына жақтағы крючогымды тағы да жіпке айналдырып іліп алдым. Сосын осылай алып шығардым. Тағы да сол жаңағы тесікке қайтадан кіремін. Столбик без накид тоқимын. Крючокта ешқандай жіп жоқ. Тесігіме кіріп, жіпті іліп алып шығарып, осылай столбик без накид осылай тоқып шығамын. Мына центр и біреуден. Енді ары қарай менде барлық тесіктерім, мынау тесіктерім бір-бірден ғана кіріледі авязкаға. Кіремін тесігіме. Жіпті крючокқа іліп алып шығарып тоқимын. Келесі тесігіме кіремін. Осылай іліп алып тоқимын. Келесіге. Уже ары қарай бәрін бір-бірден ғана тоқып жатырмын. Мына жақта ең алғаш рет тоққан кезде бір рет қана кіріп тоқыдым. Мынаның бәрін мен осылай айналдырып алып келіп тоқимын ғой қазір. Сосын аяқ жағында мынаған кіремін, 2 рет кіремін. Сонда бір тесікте 2 рет кіріп кетеді бұл жерде. Соны мен аяқтайтын боламын бұл жерде. И мына жерде 2 рет болады, мына жерде 2 рет, и мына жерде 2 рет. Осы 3 тесігіміз 2 рет. Қалған тесіктердің бәрі бір-бірден табан жағына келген кезінде бағана айтқандай 5-еуі болады. Табан жақта 5-еуі 2 реттен кіреді. Ары қарай осылай әрбір табан тесігімізді бір-бірден осылай тоқимыз. Столбик без накидтер тоқимыз. Мінекей мен келдім. Мынау жаңағы айтқан жеріме келдім. 5 тесікке. Центр біреу, 2 жағында 2, міне 1, 2, центрі 3-шісі 4, 5. Осы 5-еуіне 2 рет кіремін.
біріншісін кірдім, енді екіншісін кіремін. Келесі тесікке кіремін. Біріншісін кірдім, енді екіншісін кіремін. Келесі тесікке ортасына центрға келдім. Бір рет кірдім, екі рет екіншісін кірдім. Келесі бір рет кірдім, екі рет кірдім. Келесі бесіншісі бір рет кірдім, екінші рет кірдім. Міне. Сонымен бізде табан жағымызда 5 тесікке 2 реттен кірдік. Мына ортасы екі жағындағы екеуі. Енді осыдан ары қарай өзіміз тоқимыз, ары қарай барлығын бір-бірден осындай столбик без накид. Енді мына жерде бір тесігіміз қалды. Бұл жерге біз 2 рет кіруіміз керек. Мынау, одан кейін келесі, одан кейін міне үшіншісі. Үш тесігімізге біз 2 реттен кіріп тоқуымыз керек. Біріншісін кірдім, одан кейін екіншісін кірдім. Сосын мына ортасындағы центр дегеніме кіремін. Міне. Сонымен бұл центрда екеуі болды. Енді мына жерде жалғастырушы петля арқылы мынау тұрған петлямызға кіреміз. Осыған кіремін. Жалғастырушы петля арқылы қатарды аяқтаймын. Міне. Біздің осындай авязкамыз, табанымыздың авязкасы дайын болады. Жібімді кесемін енді. Кесіп, қазір мынау жіпті ортасына былай қосып бірге тоқып жіберемін. Келесі тоқитын біздің жібіміз осындай жұмсақ, мынадай жұмсақ, осындай жіппен тоқимыз. Гималай, мына осындай болып жазылып тұрады. Гималай Dolphin Baby. Одан кейін 120 метр екен, 100 грамм екен. Болды, басқандай артық еш нәрсе жазылмаған. 100 граммда 120 метр. Dolphin Baby Гималай жіптің аты. Жаңағындай осындай жұмсақ, плюшевый пряжа дейма, не дейді орысша айтқанда. Осындай жұмсақ болып келетін, мамық сияқты болып келетін осындай жіппен тоқимыз. Енді мен бұл жерде крючогымның номерін өзгертемін. Неге десеңіздер, өйткені біздің мынау жібімізге 4-тік размерлі крючогымыз жақсы келеді, жақсы ілінеді міне. Ілген кезінде. 3-тікке онша ілінбейді. Міне мынау 3-тік қой, 3-тікке онша ілінбейді. Тоқып жатқан кезінде кішкене сіздерге ыңғайсыздық тудырып, жұмыс істеуге мүмкіндік бермеу мүмкін да, шығып кетіп, сол үшін 3-тік размер келмейді дедім да, 4-тік размермен тоқитын болдым. Егер 4-тік размеріңіз болса, 4-тік размермен тоқыңыз. Немесе енді 3-тікпен көресіз, егерде 4-тік размерлі крючоктарыңыз болмай жатса. Бірақ бірден айтайын, кішкене қиындық тудырады. Табанымызды сол қалпы бағана біз қалай ұстадық, солай ұстаймыз. Іш жағын сыртына қаратып, сыртын өзімізге қаратып. Осылай ұстаймыз да, сосын мына жердегі мынау тұрған крючогымызға, косичкамызға кіреміз. Осы косичкаға кіріп, жіпті іліп алып шығарам. Енді осы жерде тағы да бір айтатын нәрсе, біз бастаған кезінде табанымыздың тұмсық жағынан бастадық қой. Негізі желательно, менде бір қателік кетті сіздерге, енді сол қателік жағын айтайын деген. Немізді авязканы бастаған кезінде табанымыздың мынау тұмсық жағынан емес, желательно табан жағынан бастаған дұрыс болады. Ал қазір мен мынау нені ары қарай жалғастырып тоқу үшін, но бірақ бұл жерде ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздер егер осылай дәл мен сияқты осылай тоқып қойған болсаңыздар,
онда табан жағынан бастап кетсек болады. Мен қазір келесі уже ары қарай етікшенің көтерілуін осы табан жақтан бастап көтерілетін боламын. Неге десеңіздер, өйткені мына жағында біз ақырындап жинап бастаймыз етікшемізді. Сол жинағанға кішкене қиындық туындырмас үшін мына жағынан, табан жағынан бастап жатырмын. Мына косичкаға кіремін. Сосын жібімді алып тоқимын. Кіріп іліп алып шығарамын. Іліп алып шығарып, бір рет осылай тоқып аламын. Бір рет бір іліп алдым. Одан кейін тағы да бір рет ілемін. Тағы да бір косичка тоқимын. Сосын крючокты жіпке айналдырып алып, келесі косичкаға кіремін. Сосын жіпті айналдырып алып шығарып, крючокта 3 жіп болды ғой. Соның екеуінен алып, сосын екеуінен алып, столбик снакет тоқимыз. Тағы да крючокты жіпке айналдырдым. Мына жіпті арасына тоқып кетеміз. Ол іш жағында қалады, көрінбей. Тағы да крючокты жіпке айналдырдым. Келесі косичкаға кірдім. Келесі косичкаға. Әрбір косичканы осылай бір-бірден столбик снакет тоқып шығамыз. Крючокта 3 жіп, екеуінен алдым. 2 жіп қалды. Сосын тағы да айналдырып алып, екеуінен алып шығардым. Тағы да крючокты жіпке айналдырдым. Келесі косичкаға кірдім. Қараңыздар, крючокты жіпке іліп алып шығарамын. 3 жіп болды. Сосын тағы да крючокты жіпке айналдырамын да екеуінен аламын. Тағы да крючок жіпке айналдырып екеуінен аламын. Бұл бізде столбик снакет. Тоқыманы қолына бірінші алып жатқан қыздарға осылай басында көрсетіп жіберемін, түсініксіз болып қалмасын деп. Әр косичканы осылай бір-бірден тоқимыз. Крючокты жіпке айналдырдым. Келесі косичкаға кірдім. Сосын мына жақта крючоктың басын қараңыздар. Міне осылай іліп алып шығарамын. Крючокта 3 жіп болды. Сосын тағы да ілемін. Крючокта 3 жіп болады ғой. Соның екеуінен аламын. Сосын тағы да ілемін. Екеуінен аламын. Столбик снакет деп айтылады бұлар. Осылай әр косичкамызды бір-бірден тоқып шығамыз. Өздігімізбен тоқып шығайық, ешқандай қиыны жоқ. Мына жерде бізде косичкаларымыз дайын көрініп тұрады. Соған кіріп алып тоқи бересіздер. Мынау біздің косичкаларымыз. Осы косичкаларға мынау келесі. Осы косичкаларға бір-бірден ғана кіріп столбик снакет тоқып шығамыз. Аяғына дейін айналдырып, табанына не жақтың бәрін осылай айналдырып алып келіп, мына жерге келіп тоқталамыз. Одан кейін сіздерге көрсетемін ары қарай. Ары қарай өзіміз тоқимыз. Мінекей қыздар, мен келіп қалдым аяқталуға. Мына соңғы мынау петлям тұр, мына жерде соған кіремін. Міне кірдім осылай. Тоқыдым, столбик снакет. Сосын мына жерде біз бағана 2 босторша ауаға алдық қой. Мына жерде біз бағана енді 1 босторша ауаға алып тоқып жібердік қой. Сол жердегі мынау тұрған косичкамызға кіріп, жалғастырушы петля арқылы қатарды аяқтап жібереміз. Мынау жібіміз біздің кішкене осындай пышный болып тұрғандықтан, жұмсақ болып тұрғандықтан біз петляларымызды, жаңағы нелерімізді, косичкаларымызды таппай қаламыз да. Сондай кезінде қолдарыңызбен былай нені крючокты арасына сұғу арқылы таба аласыздар. Мына жалғастырушы петля арқылы осылай аяқтадым. Және де мен табанды тоқыған, жаңағы немді тоқыған кезінде қалай ұстадым мен табанды. Мынау сырт жағы ғой, пол жаққа тиетін, мынау іш жағы. Осы іш жағын ары қарай қаратып тұрып тоқыдым. Бұл қазір осылай тұрады, кейін сыртқа шығарамыз, сыртқа қайрамыз, сол кезінде әдемі болып шығады, әдемі болып көрінетін болады. Мінекей. Енді осыдан ары қарай біз келесі екінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Бірінші қатарды аяқтадық. Келесі екінші қатар. Жалғастырушы петля мен қазір тоқтап тұрмын. Енді мен мына жерде мынау тұрған столбигім бар ғой. Жаңа мен осының үстіне апарып тұрып, жалғастырушы петляны тоқыдым ғой. Сол столбикті осылай іліп алып, айналдырып, без накид тоқимын. Міне без накид тоқыдым да.
Одан кейін ауаға 2 бос торша алып жіберемін. Енді біздер екінші қатарда мынау столбиктерімізді құшақтау арқылы рельефный ішкі және сыртқы столбиктерді тоқимыз. Рельефный столбиктерді құшақтау арқылы сыртқа құшақтап, ішке құшақтап солай тоқимыз. Ол былай болады. Крючогымды жіпке айналдырдым. Мына мен жаңа без накид тоқып, ауаға 2 бос торша алған жаңағы столбигім. Бұған тоқымаймыз. Одан кейін келесі мынау тұрған столбикке осыған кіреміз. Ар жағына қаратып, мынау жібімізді осылай құшақтау арқылы, мына бүйтіп құшақтап алдым. Былай қараған кезінде осылай көрініп тұрады. Міне. Көрдіңіздер ме? Осылай құшақтау арқылы. Міне. Мынау жаңағы менің айтып отқан рельефный столбигім. То есть жаңағы айтып отырған қабырғам. Соны мен осылай құшақтап алдым. Сосын крючокты жіпке ілдім да шығардым. Енді менде 3 жіп мында. Сосын крючокты жіпке іліп алып, екеуінен алдым. Тағы да крючокты жіпке іліп алып, екеуінен алдым. Бұл менде сыртқа қарап тұрған рельефный столбик. Құшақтап осылай столбикті, сыртқы рельефный столбикті тоқыдым. Енді келесі өзіме қаратам, өзіме ішке қарай қаратып рельефный столбик тоқимын. Крючокты жіпке айналдырамын, келесіге кіремін, келесі столбикке кіреміз. Жаңағы мынаған кіріп қоймаймыз, мынау келесіге кіреміз. Крючокты жіпке айналдырдым, келесі өзіме қарай құшақтаймын. Мына оңай, крючокты алдым, осылай ғана құшақтадым. Сосын крючокты тағы да жіпке іліп алып, мынаның арасынан осылай шығарам. Енді крючокта 3 жіп болды. Тағы да крючокты жіпке айналдырып, екеуінен алдым. Тағы да айналдырып, екеуінен алдым. Столбик с накид тоқыдым. Бұл мынау менде ішкі, өзіме қарап тұрған рельефный столбик. Ал мынау сыртқы. Бұл сыртқа қарап тұрған рельефный столбик. Өзі белгілі болып тұрады, томпақ болып шығып тұр сырт жаққа. Мынау үш жаққа өзіме қарай томпақ болып шығып тұр. Бұл бізде рельефный столбик. Келесі, тағы да келесі сыртқа қаратай, ар жағынан құшақтаймын да. Міне. Жібімді іліп алып, осылай шығарам. Міне. 3 жіп крючокта тағы да іліп алып, екеуінен алдым. Тағы да іліп алып, екеуінен алдым. Келесі, өзіме қарап тұрған ішкі рельефный столбик. Міне. Осылай құшақтап алдым. Крючокты жіпке іліп алып, 3 болды. Тағы да крючокты жіпке ілемін, екеуінен алып, сосын тағы да айналдырып, екеуінен алып. Мына бастапқысын мен сіздерге осылай асықпай көрсеттім. Жаңадан тоқып жатқан қыздарға ыңғайлы болсын дедім. Енді ары қарай осылай кезекпен кезек, қатар-қатар бір-бірден столбиктарымызды осылай құшақтап тоқимыз. Ішкі, сыртқы, ішкі, өзімізге қарап тұрған ішкі. Сырт жағы сыртқы, ішкі, сыртқы, ішкі, сыртқы, ішкі, солай рельефный столбиктерді тоқимыз с накидпен. Но қазір менде ішкі, енді сыртқыны тоқимын. Арт жағынан алам, келесі рельефный столбик тоқып жатырмын. Арт жағынан құшақтап алып келдім. Екеуінен алдым, екеуінен алдым. Келесі өзіме қаратамын. Міне. Іліп алдым. Екеуінен алдым, екеуінен алдым. Келесі сыртқа қаратамын. Іліп алып шығардым, екеуінен алдым, екеуінен алдым. Осындай әдіспен әрбір қабырғамызды ішкі сыртқы рельефный столбиктер тоқимыз. Аяғына дейін. Аяғына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Айналдырып алып келіп, мына жерге дейін өзіміз тоқып шығамыз. Сосын келесі қатарының қалай тоқылуын көрсететін боламыз сіздерге. Мінекей қыздар, мен келдім аяқтауға. Соңғы мынау қабырғамды тоқыдым. Енді мына жерде біз бағана 2 бос торша ауаға алып, қатарымызды аяқтаған жерге келдім. Сол косичканың жоғарғы жағындағы мынау петлясын алып, жалғастырушы петлямен қатарды аяқтаймын. Міне. Жалғастырушы петля арқылы аяқтадым.
Енді мынау жіптеріңізді осылай ішіне қарай, то есть міне мынау өздеріңізге қаратып алыңыздар. Мынау менде іш жағы ғой, мынау менде сырт жағы. Мынау біз тоқып жатқан кезде осындай болып тұрған, жаңа мен осылай қайырдым. Осылай қайырып алыңыздар сіздерден. Ары қарай енді келесі қатарымызды бастаймыз. Келесі қатар біз жаңағы жалғастырушы петля арқылы жалғастырушы петля тоқыған қабырғамыз бар ғой, сол қабырғаға кремін осылай кіріп столбик без накид тоқимын. Міне крючокта 2 жіп, осылай столбик без накид кіріп тоқыдым. Сосын 2 бостырша ауаға аламын. Келесі қатарымды бастаймын. Келесі қатарым дәл алдыңғы қатардағыдай болады. Ішкіні ішке, сыртқаны сыртқа деп тоқимыз. Мына жерде енді біздің рельефный столбиктарымыз көрініп тұрады өзі. Міне сыртқа шығып тұрғандар сыртқа. Ішіне кіріп тұрғандар міне ішкі рельефный столбиктер. Сыртқыны сыртқа, ішкіні ішке қарай тоқимыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай тоқимыз. Мынау ішкі ол артқа қарай, ар жағына қарай қарап тұрады. Міне. Рельефный столбик. Осылай столбик с накид тоқимыз. Мынау сыртқа. Крючокты сыртынан осылай іліп алып, немді жаңағы рельефный столбигімді осылай крючокта 3 жіп, тағы да айналдырып екеуінен алып, одан кейін екеуінен алып. Осындай әдіспен барлық қатарымызды, барлық немізді, қабырғамызды тоқимыз. Ішкіні ішке, сыртқыны сыртқа көрініп тұрады. Сол бойынша тоқыңыздар. Қателесіп кетпеңіздер. Оңай болады енді бұл жерде. Осылай тоқып келе жатасыздар. Одан кейін мына жерде бізде мынау табан, то есть мына біздің неміздің, табанымыздың тұмсық жағына келеміз. Тұмсық жағымыздың тура ортасын, центрін аламыз. Тура центрін аламыз. Центр бізде ол міне, мынау менде центр. Бұлай айтқанда, оны табудың қиыны жоқ. Тура центрінен көзбен бұлай өлшеп қарайсыздар. Міне, мынау менде центрі, тура осылай центр. Қыздар, қараңыздар, енді мына жерде кішкене менде мынандай не болып тұр. Мен табанымды тескен кезінде тура центрін, тура ортаңғы центрді тескен кезінде дұрыс теспеді, кішкене былай жылжытып жіберіп тескен. Сондықтан менде анандай қиындық туындап тұр. Кейде сондай қиындықтар болуы мүмкін. Сіздерге егер жолыққан жағдайда қалай болады десеңіздер. Мына қараңыздар, мына менде негізі тура ортасындағы центр болған. Бұл центр менде ішке қарап тұрды. Маған негізі сыртқа қарап тұрған столбик центр керек болған. Бұл ішке қарап тұр. Мен аламын ондай кезінде. Мен ондай кезінде центр деп, мынау қасындағы, мынау сыртқа шығып тұрған столбик бар емес па? Осыны центр деп аламын. Немесе мына жағын аламын. Бізге центрді алу үшін сыртқа қарап тұрған рельефный столбигіміз керек. Өзімізге қарап тұрған. Ішке қарап тұрған рельефный столбик емес, сыртқа қарап тұрған рельефный столбик керек болады. Сол үшін мен мынаны центр деп алдым. И осы жерін немен, маркермен неттім, белгілеп қойдым. Енді мен қазір маркермен белгілеп қойдым. Қазір мен мынаны жалғастырып тоқып келе жатамын. Қай жерге дейін десеңіздер. Мына менде центр болса, мынау ішке қарап тұр. Мынау менде центр, ал мынау менде ішке қарап тұр. Мынау сыртқа қарап тұр. Мынау центр, сыртқа қарап тұрған центрі, центр деп белгілеген сыртқа қараған рельефный столбик. Мынау ішке қараған рельефный столбик, мынау сыртқа қараған рельефный столбик. Мен осы мынау тұрған, сыртқа қарап тұрған рельефный столбик осы жерге дейін әкеп тоқимын. Мына. Мынау сыртқы рельефный столбик. Келесі ішкі. Одан кейін сыртқы. Бұны мен центр деп белгіледім. Мына жерге дейін әкеп тоқимын. Сіздер де осы жерге дейін әкеп тоқисыздар. ішкі сыртқы тоқып осылай жалғастырып кеп мына жерге дейін келемін да сыртқыны тоқып тұрып
мына жерге дейін келемін да, сосын ары қарай сіздерге көрсетемін қалай тоқитынын. Ары қарай өзіміз тоқимыз. Мына қараңыздар, мен келіп қалдым. Қазір мынау ішкіні тоқыдым. Мен бағана айтқан жерге мына сыртқыға келдім. Мына. Мына сыртқы, одан кейін ішкі, сосын центр сыртқы дедім ғой. Сол жерге келдім. Енді қалай істеймін? Мен мынау қазір мына жерде ішкі рельефный столбикті толықтай тоқып алдым. Енді сыртқыны тоқимыз. Сыртқыны тоқыған кезінде толықтай тоқымаймыз, былай тоқимыз. Міне крючокта бір жіп, қазір крючокты жіпке айналдырдым. Сосын мынау сыртқы рельефный столбикке кірдім, іліп алдым, шығардым. Крючокта 3 жіп болды. Сосын крючогымды жіпке айналдырдым, екеуінен алдым. До конца тоқымаймыз. Сосын тағы да крючокты жіпке айналдырдым да, мына жердегі, мынау центр деп белгілеген сыртқы, центр сыртқы рельефный столбикті құшақтап тоқимын. Мына жердегі біздің ішкіге тиіспейміз, ішкіміз солай қалады. Аттап өтіп кетеміз, міне сыртқы центрді осылай тоқимын. Сосын 4 жіп болды ғой міне. Мына жерде ортасында ішкісі тұр. Оны құшақтамаймыз, оған тиіспейміз, ол солай ортасында қалып кете береді. Міне қазір менде крючокта 2 жіп, сосын айналдырамын крючокты жіпке, екеуінен аламын, 3 жіп болды, Енді тағы да крючокты жіпке айналдырамын да, келесі шығып тұрған столбикке кіремін. Келесі шығып тұрғанға. Оның ортасында ішке қарай кіріп тұрған столбик тұр. Ол ішкіге тиіспейміз, дәл мына жағындағындай аттап өтіп кетеміз да, сыртқыға, бірден сыртқыға осылай айналып, сыртқыны осылай кіреміз да, тағы да жіпті іліп аламын осылай. Іліп аламын да, екеуінен аламын. Енді менде крючокта мында 4 жіп болды. Сосын крючокты тағы да жіпке айналдырамын. Сосын 4-еуінен бірақ шығарамын. Міне, көрдіңіздер ма? Осылай біз балет киіміміздің алдын жинаймыз. То есть етікшеміздің алдын осылай әдемі етіп жинаймыз. Енді әр қатар сайын біз осылай қысқартып отырамыз. Сонда біздің табан неміз, етікшеміз жиналып әдемі болып шығатын болады, домалақ болып. Енді ары қарай мынау ішкісі тұр, ары қарай ішкіні ішке, одан кейін сыртқы тұр, сыртқыны сыртқа, одан кейін ішкі тұр, ішкіні ішке, солай мынау не бойынша, сызық бойынша алдыңғы қатардағыдай өздерін өріп тоқып келе жатқаны бойынша тоқи береміз, қорықпай, ары қарай смело ішкіні ішке, сыртқыны сыртқа тоқи береміз. Тек біз жаңағы центрына келген кезінде екі жағындағы, центрдің екі жағындағы ішкіні аттап өтіп кетеміз да, сөйтіп қысқартамыз. Солай біз табан немізді, тұмсығымызды шығарып, солай тұмсық шығарамыз. Енді ары қарай өзіміз тоқимыз, қыздар. Ешқандай қиыны жоқ. Ішкіні ішке, сыртқыны сыртқа. Сосын мына жақта жаңа қателесіп кетемін десеңіздер, мына жерін маркермен тағы да белгілеп қойсаңыздар болады. Егер қателеспей мен таба алам десеңіздер, онда өздеріңіз білесіздер. Маркермен міне тура мынау екі несі осылай жиналып тұрады. Үш болып көрініп тұрады осы центр. Осы жер. Солай тапсаңыздар болады, егер таба алмай қалам десеңіздер. Одан кейін мынау центр бізде мына жағында бір кіріп тұр, мына жағында екінші кіріп тұр. Екі жағында кіріңкі тұр. Тоже келесі қатарда да осылай айналып келеміз да, мына жерге келген кезінде бағанағындай тоқимыз. Мына жерін аттап өтіп кетіп, центрді құшақтап, одан кейін келесі ішке кіріп тұрғанды аттап өтіп кетеміз да, одан кейінгі шығып тұрған рельефный столбик бар емес па, соны жалғастырып тоқып, осылай жинаймыз. Ол кезде келесі қатарда тура осылай үш бұрыш болып жиналып шығады. Ал қазір біз мынау табанымызға дейін, мына жерге дейін тоқимыз. То есть мынау шығып тұрған, одан кейін шығып тұрғаннан кейін кіріп тұрған тұр ғой менде. Сол жерге дейін тоқимын да, одан кейін екі рет ауаға бостырушы алған жеріме жалғастырушы петлямен қатарымды аяқтаймын.
Міне мен келдім, аяқтадым қатарымды. Ауаға босторша, 2 босторша алған петляның үстіне жалғастырушы петля алып, қатарымды аяқтадым. Енді сол жаңа ауаға 2 босторша алып, үстіне мен жалғастырушы петля тоқыдым ғой. Сол нені, қабырғаны осылай кіріп, без накид тоқимын. Сосын 2 босторша ауаға аламын. И ары қарай тура анау не бойынша ішкіні ішкі, сыртқыны сыртқа, ішкіні ішке, сыртқыны сыртқа солай тоқи береміз. Столбик с накид тоқимыз. Осылай жалғастырып тоқи береміз. Айналып, бағана мен айтқан жер бар ғой, сол жерге дейін келіп тоқтаймыз. Мынау бізде бағана центрі, мынау ішкісі, мынау сыртқысы, сол жерге дейін әкеп тоқимыз. Мына сыртқыны до конца тоқымаймыз. Мына жердегі ішкіге дейін әкеп тоқимыз, былайша айтқанда. Мына сыртқыны до конца тоқымаймыз. Міне. Ары қарай өзіміз тоқимыз. Мына жеріне келген кезде сіздерге айтатын боламын. Міне мен келдім. Қазір мен мына жерде толықтай тоқыдым, ішкіні тоқыдым. Енді мына жерде менде қазір сыртқы мынау. Мынау сыртқы, одан кейін ішкі, одан кейін центр міне. 3-1-3 болып тұр. Одан кейін ішкі, одан кейін сыртқы. Қараңыздар, енді мен мына жердегі сыртқыны аламын, осылай іліп аламын. Қазір менде крючокта 3 жіп мына жерде. Сосын крючокты тағы да жіпке айналдырамын, екеуінен аламын. До конца алып тоқымаймын, крючокта 2 жіп. Крючок жіпке тағы да айналдырамын да, мына жердегі центрға кірем. Мына 2 ортада, мына жерде бізде ішкі тұр, оны алмаймыз, аттап өтіп кетеміз. Мына центрға кірдім. Центрға кірдім да, крючокты жіпке айналдырып алдым. 4 жіп болды крючокта. Енді тағы да жіпті айналдырамын крючокқа, екеуінен аламын, 3 жіп болды. Крючокты тағы да жіпке айналдырамын. Келесі шығып тұрған столбикке кіремін. Мына жерде менде ішкі тұр, оған тиіспеймін, оған кірмеймін, аттап өтіп кетемін, сыртқыға кірдім. Крючоктағы жіпті айналдырып алып, шығардым. Енді былай көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5 жіп былай айтқанда. Сосын тағы да крючокты жіпке айналдырдым да, екеуінен ғана алдым. Енді 4 жіп болды. Осы 4 жіп, енді крючок тағы да жіпке айналдырамын да, осы 4 жіптің 4-еуінен, бірақ мұнан бәрін өстіп іліп алып шығарам. Міне. Міне көрдіңіздер ме? Осылай біздің етікшеміздің басы осындай болып шығады, жиналып, әдемі болып. И ары қарай ішкі, сыртқы, ішкі, сыртқы, не бойынша, сызба бойынша ары қарай өзіміз тоқи береміз. Смело қорықпай ары қарай тоқи береміз. Сыртқы, ішкі, рельефный столбиктар. Ары қарай өзіміз тоқимыз, қыздар. Енді ары қарай мен сіздерге қалай болатынын каждый қатар сайын айтып түсіндірмей қояйын. Ары қарай осылай қайталанып кете береді. Мына жерге дейін алып келіп тоқисыздар, одан кейін мына жерде тоқып біткеннен кейін жоғары қарай көтеріліп, бағана ауаға 2 босторша тоқыдық қой, соның петлясына кіріп, жалғастырушы петля тоқисыздар. Одан кейін барып, мынаның үстіне жалғастырушы петля тоқисыздар ғой. Сосын мынау қабырғамызға кіріп, столбик без накид тоқисыздар. Одан кейін 2 косичка жоғары алып ауаға. Сосын барып, ішкіні ішкі, мынау сыртқы ма, сыртқы, одан кейін келесі ішкі, сыртқы, ішкі, сыртқы, солай тоқи бересіздер. Егер де түсініксіз болып жатса, артқа қарай айналдырып жіберіңіздер да, мен мынау көрсеткен түсіндірген жерлерім бойынша соған қарап тоқыңыздар. Солай айналып келіп, тоқып келіп, мына жерде ішкімен аяқталып, сыртқыға келесіздер. Сыртқыны до конца тоқымайсыздар, одан кейін келесі мына жерде ішкі ғой, ішкіні тоқымайсыздар мүлдем. Бірден центр мынау бізде, центрді аласыздар. Одан кейін келесі бізде ішкіні тоқымаймыз, аттап өтіп кетеміз. Одан кейінгі келесіні сыртқыны жалғастырып тоқып жинаймыз. Осылай жинаймыз. Сонда осылай әр қатар осылай көрініп тұрады. Көрдіңіздер ме? Солай тоқисыздар. Қай жерге дейін десеңіздер, өздеріңіздің аяғыңыздың размеріне дейін тоқисыздар.
мен қазір білмеймін қанша тоқитынымды. Аяқтың размеріне қарап тоқимын. Аяқтың мынау біздің анандай несі болады ғой, қонышы дей ма, не дейді, ұзын неміз. Сол мына жеріне дейін тоқимын. Сол жерге дейін қысады, примерно нормально ұстайды деген жерге дейін тоқимын. Сол жерге дейін қанша қатар тоқитынымды. Сосын барып сол жерге келіп тоқталамын. Одан кейін барып қалай тоқитынын сіздерге көрсететін боламын. Сіздер де солай өлшем жасайсыздар. Сосын барып ары қарай қалай тоқитынын көрсетемін сіздерге. Енді ары қарай өзіміз тоқимыз. Мен мінекей келдім, аяқтап қалдым почти. Өзімнің керекті мынау размеріме келдім. Сол жерге дейін тоқыдым. Менің етікшем осылай болып шықты. Қазір міне осындай формада. Мына жақтың бәрінде бағана айтқанымдай қысқартып отырдым. Сосын мына жақты да тоже бағана айтқанымдай екі ауаға алған бос токшаның үстіне жалғастырушы петля, одан кейін без накид, сосын екі рет ауаға тоқып солай істедім. Сіздерге қалай айттым, солай тоқыдым. Егер түсінбеген болсаңыздар, артқа қарай жылжытып, солай тоқыңыздар деген болатын әр қатарды. Енді мен міне осылай тоқыдым. Мына менде осы размері болады. Аяғын қыспайды да қатты не де емес, үлкен де емес, нормально, средний. Осындай болып шықты. Енді ары қарай бұны біз жалғастырып етікшеміздің мына жерін кішкене үлкейтіп тоқимыз. Ары қарай оңай, ешқандай қиыны жоқ. Міне жалғастырушы петлямен мен мына жерді аяқтадым. Мінекей. Сосын сол бағана айтқанымдай, сол жаңағы неге петляны без накид алып осылай тоқыдым. Сосын ауаға екі бос торша тоқыдым. Осылай тоқыдым. Енді бір рет ауаға бос торша тоқимын да. Енді ары қарай ішкіні ішке, сыртқыны сыртқа, одан кейін ішке, одан кейін сыртқа солай тоқып келеміз. Сосын бағанағы айтқан жеріне келеміз. Мен енді қорықпай мына жерге дейін тоқимын. Мына менде қазір сыртқы, одан кейін ішкі, одан кейін центр мына жер. Мына ішкіге дейін тоқимыз, қорықпай. Сосын мына центрді қалай тоқитынын көрсететін боламын. Ішкіні тоқып жатырмын. Одан кейін сыртқыны тоқып жатырмын. Ішкісін, сыртқысын осылай алып тоқи береміз. Міне, ішкіге келдім. Ішкіні тоқып жатырмын. Енді мына жерде мен бағана үш-бүш боп, әр қатар сайын үш-бүш боп жиналған жер центрына келдім. Міне, центрына келдім. Бұл центрді біз қалай тоқимыз? Жай ғана, міне, крючокта бір жіп айналдырдым да, осы центрді осылай түгел алдым. Бұл жерде бізде бір петля болып көрініп тұрады. Осы центрдің өзін міне осылай міне. Осы центрді осылай аламын да, сыртқы қабырға етіп тоқимын. Неге сыртқы? Өйткені біз алдыңғысы ішкі болды. Енді одан кейін келесі сыртқы болу керек. Одан кейінгісі ішкі, сыртқы. Одан кейін ішкі, сыртқы. Көрдіңіздер ме? Мен мына жерге ішкіні тоқып, сосын центрді ішкіге етіп тоқуыма болмайды, сыртқы болу керек. Кезекпен кезек, қатар солай тоқимыз. Енді келесісі менде ішкі. Одан кейін сыртқы. Осылай қатарымызды аяқтаймыз. Бізге примерно осындай екі қатар тоқимыз, немесе үш қатар тоқимыз. Етікшенің үйге келетін етікшенің тым қатты ұзын болғаны да онша болмайды. Сол үшін мен екі қатар нормально болады деп ойлаймын. Қазір мен аяқтауға келіп қалдым. Көремін сосын. Енді бағана жерде ауаға бір бос торша алып едім ғой. Соның сол петлясына кіремін.
циклияға кіріп жалғасушы беттермен аяқтадым қатарды. Енді қарайын. Былай қырынан қарайсыздар, былайынан қарайсыздар, былайынан қарайсыздар. Қалай болғаны дұрыс? Тағы бір қатар қосайын ба? Немесе осылай әдемі ма деген сияқты. Өздеріңіздің неңізді тыңдаңыздар. Мысалы, маған бұл бір қатармен болатын сияқты көрініп тұр. Тағы да бір қатар тоқығым келіп тұрған жоқ. Өйткені етікше болып көрініп тұр. Міне. Сосын тағы да бір айтатын нәрсе, мен мына жерде қанша қатар тоқығанымды сіздерге айтайын, иә. Все-таки сіздерде бір сұрақтар туындауы мүмкін ғой, қанша қатар болды екен деген сияқты. Менде бұл жерде қанша қатар тоқыдым? Мен қазір есептеймін, мынау ең бірінші мынау немізден столбик снакет деп тоқыған жерімізден бастап есептеймін. Мынау бізде столбик снакет ең алғашқы. Одан кейін уже рельефный столбиктар кетті, ішкі сыртқы дегендер. Так, былай мына жерден алайын. Мынау ең біріншісі, одан кейін сыртқысы. Рельефный столбиктар кетті. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші, 4, 5, 6, 7, 8. Мен 8 қатар тоқыппын. 9-шы қатарым менде уже қысқартылған жоқ. 9-шы қатарда менде қысқартылған жоқ. Мына жерде центрда тура не болып тоқып кеткен жері. Демек мен 8 қатарға дейін мен мына жерде қысқарттым. Солай тоқыдым. Ең бірінші қатардан бастап 8-ші қатарға дейін. Ең бірінші қатарымыз бізде просто жай ғана столбик снакет болады ғой. Одан кейін екінші қатардан бастап көтерілдік. Сонда бізде 7 қатарымыз осындай болып тоқылды. Рельефный столбиктар. И еще мынандай болып қысқартылып келді. Центрға келген кезде бағана қысқарттым ғой. Сондай болып қысқартылып келді. Одан кейін 9-шы қатарым, менің бір қатарым қысқартылған жоқ. Центрда ешқандай жинаған жоқпын. Екі жағындағы шығыңқыны да тоқыдым, центрдің өзінде тоқыдым. Міне, осылай есептесеңіздер болады. Мен енді осылай қалдырамын етікшені. Тағы да бір қатар тоқығым деп тұрған жоқ, болады. Енді бізге кішкене креативный, әдемі болып көріну үшін, мынау менде кішкентай қыздың етікшесі болғандықтан, мен екі жағына құлақ жасағым келіп тұр. 26-27 размердің етікшесі болғандықтан құлақ жасағым келіп тұр. Сол құлақты тоқитын боламын. Ал егер де сіздерге осылай ғана ұнайды десеңіздер, осылай қалдырсаңыздар болады. Ал кішкене болсын басқаша болған қалаймын десеңіздер, оны келесі сабақта көрсететін боламын сіздерге. Келесі сабақта осының жалғасын салам. Келесі сабақта біз мынандай шашақтарын жасайтын боламыз. Әдемі етікше осындай шашақтарын. Сол шашақтарды қалай жасаймыз, соны көрсетемін. Неге десеңіздер, мен видео тым қатты ұзақ болса, мен YouTube каналыма жүктеу ұзаққа созылып кетеді. Сол үшін кішкене минутты қысқартуға тырысамын. Минуты көп болған сайын жүктелуі де көп ұзақ уақыт болып кетеді. Сіздерге мен бір күн, 2 күн бұрын айтып қоямын да, ол 2-3 күнге созылып сондай болып кетеді. Сосын көп күтіп қалатын қыздар болады. Сол үшін мен минутын қысқа етіп жасап жатырмын, көп уақыт алмасын деп. Әзірге сіздер осылай осы жерге дейін тоқи берсеңіздер болады. Ал келесі видеода мен сіздерге құлағын тоқуды және жаңағыдай шашақтарын әдемі етіп тоқуды көрсететін боламын. Сондай екі түрін көрсететін боламын. Ал енді сіздерге менің мастер-классым етікшенің тоқылуы ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар да болады. Рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Мастер-класс Қамажайдан тоқыма.